Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып, комментарий басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге қытырлап тұратын аз тұздалған қиярды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мынандай ингредиенттер қажет болады. Свежий қияр, көз мөлшеріне байланысты жуа, және де көк жуа, зелень, укроп, уксус, және де сұйық майды көз мөлшеріне байланысты саламыз, және де бізге чеснок қажет болады. Сонымен қатар дәміне қарай шекер және тұзды салатын боламыз. Алдымен қиярымызды видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Тураған қиярымызды арнайы бір ыдысқа салып аламыз. Одан кейін жуамызды видеода көрсетілгендей етіп ірі қылып тураймыз. Тураған жуамызды қиярдың үстіне саламыз. Одан кейін біз зелендерді турайтын боламыз. Бірінші осы көк жуаны видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап тураймыз. Одан кейін петрушка, укроптарымызды ұсақтап турап шығамыз. Чесногымызды ұсақтап турап алып, оны ыдысымызға саламыз. Барлығын турап салып болғаннан кейін тұзымыз бен шекерімізді дәм мөлшеріне байланысты салып шығамыз. Одан кейін сұйық майымызды примерно 5 столовый ложкадей құйып шығамыз. Немесе өздеріңіздің ұнатуларыңыз бойынша құйсаңыздар болады. Келесі 2 столовый ложка уксусымызды құямыз. Одан кейін барлығын біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Біркелкі қылып араластырып болғаннан кейін холодильникке бір күнге қоямыз. Басын крышкасымен жауып қоямыз. Бір күннен кейін қиярымызды дастарханға ұсынсақ болады. Қиярымыз өте дәмді, қытырлап тұратын болады. Обедке, ужинға өте керемет кетеді. Ас болсын, менімен бірге жасап көріңіздер.